Баршаларыңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге зебра пирогының рецептісін ұсынатын боламын. Алдымен құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, шекерімізді салып, миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Осы жұмыртқалы массамыз біркелікті болғаннан соң, бөлме температурасындағы сүтімізді және де ерітілген сары майымызды қосып, тағы да миксердің жай жылдамдығымен жақсылап араластырамыз. Біздің осы сұйық массамыз біркелікті болып араласқаннан соң, електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, жаңағы сұйық массамызға аз-аздан сала отырып, миксермен тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнды барынша бірнеше бөлікке бөліп салуға тырысыңыздар, сол кезде пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Ұнымызды салып болғаннан соң, осы дайын массамызды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне қазір какао қосып тағы да араластыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бір бөлік массамызға 2,5 шай қасықтай какао салып, миксермен тағы да біркелікті болғанға дейін араластырамыз. Біздің массамыз дайын болғаннан соң, арнайы формамызға міндетті түрде май жағып дайындап қоямыз. Және де дайын болған 2 түрлі массамызды ас қасықты толтырып, бір қасықтан бірін кетін осы видеода көрсетілгендей етіп құйып шығамыз. Барлығын құйып болғаннан соң, ағаш таяқшаның көмегімен зебра пирогының формасын шығарамыз. Өкінішке орай сол жері менде видеоға түспей қалған екен, сіздерден кешірім сұраймын. Менің тағы да каналымда зебра пирогының рецебі бар, сол жерден қарасаңыз болады. Печкімізді алдын ала жақсылап қыздырып қоямыз, 180 градуста 30 не болмаса 25 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Пирогымыз өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар.